Ал достар, бізде келесі шипажай, бұл Байқоңыр шипажай деп аталады. Біздің тізім бойынша Google карта және Яндекс картадағы пікірлерді оқып бастасақ. Так, бұл жерде 4-2 деген Яндекс картада баға беріпті. Негізгілерін оқи кетсек, былай депті: 11 шілдеде өте күшті ұнады, келесі жыл тағы барамыз, Құдай қаласа депті. Онан кейін 3 қараша 2024-те Так, бұл санаторийге ұқсамайды. Кішігірім жаңағы демалыс үйі, ем шаралар бар. Сондай демалыс үйіне ғана ұқсайды дейді. Керек нәрсенің барлығы ақылы дейді. Массаж, тұзды шахта деген кислородный коктейль, оттекті коктейль, фитошай жоқ дейді. Циркулярлық душ нашар жұмыс дейді. Асханаға жаңағы ақ халаттармен бара береді, пижамамен бара береді. Ал былайынша асханаға таза болып кафеге барғандай бару керек. Оны қарап жатқан ешкім жоқ дейді. Сарыағаштың суы ғана жақсы дейді. Стерилизация деген нәрсе еш жерде жоқ. Және бір реттік жайма простыняларды да бермейді дейді. Соққаны жақсы қылып соққан дейді, нөмірлері таза, бірақ одан да жақсы қылып істеуге болады. Адамдар өзінің демалуға келгенін білу үшін дейді. Бибінұр деген кісі 3-ші деңгейлі қала білгірі дейді. Одан кейін Эльвира Арсаева 5 жұлдыз қойыпты. Бұл шипажайда 2 рет демалдым, өте ұнайды, керемет орын. Бәріне осы шипажайға келіп демалуларыңызға ұсыныс беремін, өкінбейсіздер депті. Мына жерде өте жақсы шипажай, минусы жоқ депті. Бізге өте ұнады, қызмет көрсету жоғары деңгейде. Бейсенкүл ханым, медбрат Сүндет, медсестра Разия және басқалар дейді. Ал енді Google картада не дейді екен? Google картаға бір қарап жіберсек, Байқоңыр шипажайы дейді. Бүгін апамды алып бардым, сыртқы көрінісі онша емес, есік алды жоқ, тура көшенің бойында, бірақ іші жақсы, қызметкерлері де жақсы, бөлмелері тар екен, тазалығы орташа, ас мәзірі онша емес дейді. Мына жерде Болат Қоғабеков деген кісі: өте жақсы демалып қайттық, үлкен рахмет санаторий қызметкерлеріне депті. Ол 6 жыл бұрын. Біз ең жаңасына қарай қойсақ, ең жаңалары не дейді? Мынау 3 пікір 1 жыл бұрын өзгертіліпті. Маған асханасы мен тамағы ұнады дейді. Сосын санаторийдің ішіндегі ем қызметтер өте тамаша, 10-да 10 дейді. Ал номерлердің ішінде ыстық, бірақ болады дейді. Так, Байқоңыр 3,5-4 ұпай берем депті. Эльвира Мағауина деген кісі: тамағы тамаша, ем шаралары жақсы депті. Так, мына кісілер көп нәрсе жазбапты. Жалпы бөлмелеріне 5-5, қызметіне 5-5, локациясына 5-5 деген баға қойыпты. Сосын кейін не бар екен тағы? Мына жерде жазыпты: халықтың аз болғаны жақсы депті. Бекен Тоқтарбекова деген кісі: тыныш, жаймашуақ, емшараларды асықпай өтесің депті. Тек фитобочканың жоқ екені сол өкініштісі депті. Так, мына кісі 5 жыл бұрын жазыпты: персонал былайша жаман емес, асханасы жақсы, ал жалпы алған кезде сервисі өте нашар депті. Бірақ бұл 5 жыл бұрын еді. Бұны әлде біз анықтап білетін боламыз, достар. Бұл шипажайлардың несін байқаған кезде, қызметін байқаған кезде мына нәрсені білуіміз керек. Бұл шипажайлар өздерінің осы уақытқа дейінгі жіберген кемшіліктерін түзетіп, соған қарай халықтың ұсынысына қарай жұмыс істеуге дайын ба, дайын емес па, соны анықтау біз үшін маңызды. Өйткені осы уақытқа дейін қандай да бір кемшіліктер болған болса, сол кемшіліктерді жоюға әрекет жасап жатса, ол шипажайдың біз әрекеттерін, қызметтерін өте жоғары бағалаймыз. Ал егер жоқ, бізге бәрібір өзіміз білеміз, сол жаңа ұнамаса кете бер дейтін саясат ұстанатын болса, оны көреміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бауырлар.